Мен Қанбаева Шолпан, 201 мектеп лицейдің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Биылғы оқу жылынан бастап біз 5 сынып пен 11 сынып оқушыларының арасында абайтану кітабымен жұмыс жасап жатырмыз. Мен қуаныштымын, өйткені бұл абайтану кітабының авторы өзімнің жерлесім, әрі әріптесім Қошжанова Салтанат. Бұл кітап құнды біз үшін. Неге құнды? Өйткені осы кітаптың ішінде балалар жалпы абай өмірі, шығармашылығы, оның өлеңдерінің, шығармаларының, қара сөздерінің мәні, әлеуметтік қоғамдық мәселелері онда қозғалған, теориялық ұғымдардың, сонымен қатар жалпы толық адам ілімімен танысып, оны біле алады. Сонымен қатар бұл кітапта шығармашылық жұмыстар берілген, деңгейлік тапсырмалармен қамтылған және теориялық ұғымдар толықтай анықтамасымен берілген. Әр абайдың өлеңдеріне, қара сөздеріне тоқталғаннан кейін оның астында қосымша балаларға жасалатын жұмыстар деңгейлік түрінде берілген. Осы арқылы бұл кітаптың құндылығы арта түседі. Әр бала, әр оқушы абайтану кітабын оқу арқылы осында берілген материалдарды